Тағы да баспана дауы. Ақтауда 100-ге жуық тұрғын өз үйлерінде құжатсыз отыр. Яғни үйді салған құрылыс компаниясы 2019 жылы дайын болуы тиіс кешеннің техникалық құжаттарын әлі қолдарына бермеген. Соған қарамастан акт жүзінде тапсырып, құжаты шықпаған үйдің коммуналдық шығындарын төлеуін талап етіп отыр. Компанияның бұл әрекетіне наразы тұрғындар редакциямызға шағымдарын жеткізді. Әріптесім Жансая Оразбай толығырақ айтып береді. Қаламыздың 19-шы шағын ауданда орналасқан Рахат тұрғын үй кешенінде 200-ге жуық пәтер бар. Оның жартысына жуығына тұрғындар қоныстанып алған. Қалған жартысында не жарық, не су жүйесі жоқ. Дегенмен жылу жүйесі болса, барлық пәтерге бірдей өткен жылдың қараша айында қосылған. Бірақ ақпанға дейін барлық пәтер иелеріне коммуналдық түбіртек берілмепті. Бұл түбіртектер 23-ші ақпанда ғана қарашадан бергі жылудың ақысы есептелген қалыпта келіпті. Енді үйдің техникалық құжатын қолына алмастан үйге қоныстанған тұрғындар жиналып қалған соманы төлеуге қарсы болып отыр. Қазір кеп тоғымызды айырамыз деп, бұл дұрыс емес қой. Құттай балдар бар. Бұл ешқандай заңға сәйкес емес бұлардың айтып тұрған заттары. Біз қатып қаламыз ғой мына күнде. Отопленияны 3 айдыққан бір күнде төле дейді. Біз 3 айдың отопление жинап қалғанында, мысалы, біреудің жағдайы бар, бір жоқ. Мысалы, соны білмеймін енді. Енді сол себепті қыстың күні қарайған бала шағамен үлкен кісіміз бар. Мысалы да, итакта ноябрьдің аяқ жағына таман келді. Күннің боранында отопление, ода айқай шумен келді. 19-ның августінде беріледі деді. Міне мына кісілерге бізге басқалардан 20-да беріледі деп тұр. Біз дом әлі эксплуатацияға берілген жоқ. Біріншіден, екіншіден бізге өткенде ЖЭК-ке деп ұсыныс жасады. Біз бас тарттық, өйткені эксплуатацияға берілмеген домға біз ЖЭК-ке договорға отырмаймыз. Тұрғындар үйдің техникалық құжаты дайын болмаған алға тартып, коммуналдық төлемдерді төлеуден бас тартып отыр. Екінші себеп бірден 3 айдың коммуналдық төлемдерінің келуі. Одан қалса үйдің сапасына да көңіл бітпейді. Кафельдерін бәрі сапасыз, түгел битсең болды сынып жатыр. Тек ең арзан заттармен істей берген. Үй сапасының төмендігі мен коммуналдық жүйедегі кемшіліктерге қатысты құрылыс компаниясының директорын сұхбатқа шақырдық. Алайда сұхбатқа директор емес, инженері келді. Бас инженердің айтуынша, үйдің қолданысқа кешігіп берілуіне карантин әсер еткен. Өйткені тұрғын үй кешеніне лифт орнатылмаған. Жедел сатылар шетелден жеткізіледі. Ал жылуға қатысты коммуналдық шығынның 3 айы бірден есептеліп келуіне компанияның қатысы жоқтығын айтты. Енді аржақты маектен бізге бергені. Соны күттік біздер тарифтерді. Маек пен ТВС-тің бізге қойған шоттары бар. Соларды біз халыққа қойдық. Площадьтарына қарай есептеп бөліп бердік. Ол төлемеймін дейтін болса, оларда бізде акт передачалары бар. Сол жерде бәр пункттар көрсетілген. Біздерге төленеді деген. Жылуды да, тоқты да пайдаланып отыр. Былай қарағанда оларға біз ремонтқа бердік. Енді оларға не істесек, ол ремонт емес, ол жерде өмір сүріп отыр олар. Бірақ коммуналдық төлемнің неге ай сайын емес 3 айдың ақысы бір келген білу үшін біз Каспий жылу су арнасы мекемесіне хабарластық. Алайда бұл мекеме тарапынан мардымды жауап ала алмадық. Бірақ мәселені бақылауда ұстайтын боламыз. Ал тұрғындарға үйдің құжатын күтуден басқа амал жоқ. Бұл мәселеге сюжет шыққан соң құзырлы органдарды араласып, оң шешілуіне ықпалын тигізеді деп сенеміз. Жансая Оразбай, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.